Тоталитарлық жүйе туралы не білесің? Қуғын сүргінді неше кезеңге бөлуге болады? Соғыстан кейін Қазақстан өндірісі қандай жағдайда болды? Семей полигон туралы не білесің? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Тоталитарлық жүйе туралы не білесің? Тоталитарлық саяси жүйе дегеніміз мемлекеттің қоғамға және жеке адамға толықтай тұтас бақылау орнатуымен сипатталатын саяси жүйенің бір түрі. Оған тән ерекше белгілер, азаматтардың құқықтары мен саяси бостандықтарының бұзылуы, барлық деңгейдегі биліктің жоғары жақтан тағайындалуы, басында көсемі бар бір ғана билеуші партияның болуы және оның мемлекетпен тұтасып кетуі, тек мемлекеттік нысандағы бұқаралық ақпарат құралдарының болуы, қандайда болмасын ақпараттың қатаң сүзгіден өткізілуі. Қоғамдық құрылыстың тоталитарлық моделін бекіте түсу үрдісі 20-30 жылдары үзіліссіз жүргізілген саяси қуғын-сүргін шараларына ұласты. Еңбекпен түзету лагерлері мен колониялары бас басқармасы ГУЛАГ сол кездегі мемлекеттік жүйенің ажырамас бөлігіне айналды. 1930 жылы 25 сәуірде Қазақстандағы лагерлер жүйесін басқаратын ОГПУ құрылып, бір жылдан кейін ГУЛАГ ОГПУ деп атала бастады. Қазақстанда 30 жылдардың басынан бастап лагерлер жүйесі құрылды. Қуғын сүргінді неше кезеңге бөлуге болады? Қуғын сүргін кезеңдерін үшке бөліп қарастыруға болады. Бірінші кезең 1928-1931 жылдар аралығын қамтиды. Бұл жылдары қуғын сүргінге негізінен ұлттың зиялы өкілдері, бұрынғы Алаш партиясының мүшелері зорлықпен жүргізілген ұжымдастыруға қарсы болғандар ұшырады. Екінші кезең 1937-1938 жылдар аралығында болды. Бұл жылдары Алаш партиясының бұрынғы мүшелері болған ұлттық зиялы қауым өкілдері, кеңестік партия қызметкерлері түрмеге қамалды және ату жазасына кесілді. Қуғын сүргіннің үшінші кезеңі 1948-1950 жылдары жүрді. Бұл кезеңде партияның идеологиялық бағыты мен көзқарастары үйлеспеген ғылыми және көркем өнер зиялы өкілдері қуғындалды. Сталиннің кезінде жеке басқа табынушылық нағыз шарықтау шыңына жетті. Қалалар мен елді мекендерге Сталиннің аты беріліп, ескерткіштер орнатылды. Сталиндік социализм кезінде 101 мың қазақстандық ГУЛАГқа жабылып, оның 27 мыңы атылды. Соғыстан кейін Қазақстан өндірісі қандай жағдайда болды? Соғыстан кейін экономиканы одан әрі әскерилендіру жалғасты. Ауыр өндірістің көптеген кәсіпорындары халық шаруашылығына зиян келтіре отырып, орасан зор көлемде әскери өнімдер шығарды. Қазақстан аумағында аса қуатты әскери өнеркәсіп кешені құрылды. 50-ге жуық қорғаныстық маңызы бар кәсіпорын ашылды. Осы өндіріс орындарында КСРО әскері, жаяу әскер соғыс машиналарының 18%, барлық артиллериялық жүйелердің 11% өндірілді. Семей полигоны туралы не білесің? Семей полигоны КСРО-ның ядролық сынақ полигондарының бірі, аса маңызды стратегиялық нысаны болды. КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылып, Семей полигон алаңына айналды. Алдымен адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Содан кейін оларды жер астында жасай бастады. Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр болды. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағында тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтардан азап шекті. Семей полигонында 1949-1989 жылдар аралығында қуаты әртүрлі 470-тей жарылыс болды. Оның 90-ы әуеде, 26-сы жер үстінде, 354-і жер астында жасалды. Алғашқы сынақ 1949 жылы 29 тамызда таңғы сағат 6:30-да болды. Жарылыстың қуаты 30 килотоннаға жетті. 1951 жылы 18 қазанда уран бомбасы жарылды.
1953 жылы 12 тамызда жер үстінде салмағы 500 килотонна болатын сутек бомбасы жарылды. 1961-1962 жылдары жер үстінде 50-дей ядролық сынақ болды. 1963-1988 жылдар аралығында жылына 14-18 сынақ өткізілді. Жер астында 343 жарылыс болды. Сынақ қуаты Хиросимаға тасталған бомбадан 2,5 есеге асып түсті. Невада Семей ядролық жарылысқа қарсы халықаралық қозғалыс, қоғамдық саяси ұйым. 1989 жылы 26 ақпанда құрылған ұйым осы жылдың қазан айында ресми түрде тіркеуге алынды. Оны басқарған белгілі қоғам қайраткері ақын Олжас Сүлейменов. Республика халқынан кеңінен қолдау тапқан қозғалыс ядролық жарылыстарға қарсылық білдіріп, әлемдегі ядролық қауіпті жоюды мақсат етті. Невада Семей қозғалысы Семей ядролық полигонында ядролық сынақтарды тоқтатуға қол жеткізді. 2001 жылдың 29 тамызында Шығыс Қазақстанда Семей ядролық полигонының жабылуына 10 жыл толуына орай өлімнен де күшті монументі ашылды.